Абоненттік номер босыңыз. Абонент жауабын күтіңіз. Немесе тезірек хабарласыңыз. Абоненттігіңіз занят. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните в полицию. The call person not reached. Please try again or call later. Ассалаумағалейкум ағайын. Есенбісіз, құрметті көрермен. Эфирде дүние жүзіне хабар тарататын Қазақ ТВ арнасының байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы. Және оның жүргізушілері мен Олжас Әлжанов, әріптесім Алма Алишева. Кең байтақ жерімізді мекен етіп жатқан отандастарымыздың шаңырақтарына шаттық, отбасыларына береке бірлік тілей отырып, реалити шоуымыздың кезекті бағдарламасын бастаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Please try again or call later. Жаным Гүліке, сен шелпек үйренем деп, илейім деген ол өте жақсы. Мен саған көрсетіп, екеуміз екі жақтап, әдемілеп, көбірек қылып пісірейік. Туз, не қосам? Воду, потом соль добавляешь, да. Соль намного больше, чтобы дәмі жақсы болсын деп. Қалайсыңдар, қыздар? Тамақ жасайық деп жатырмыз. Аластырам, я? Добавь, кішкене тағы да тұз. Қыздар, бұл әдіс Тұз ба? Тез арада, мысалы, шелпек жегін кеп кетеді ғой, болады ғой күнде. Сол кезде пісіретін әдіс. Айбай, гос. Смотрите, какая... Диана, Исмаил, сөйлесейін не жайында. Ла-ла-ла, не жайында. Ұйқын қандау деме сен? Конечно, қанды. Керемет ұйықтадың. Ай-ай-ай, мұңайдың ба, сөйлесейін. Қалайсыңдар, қыздар? Сендер от жағындыр бір екеу. Қайырлы таң. Сәлем. О, доброе утро, мы вас увидели. Біз Қалайсыңдар? бүгін өзімізше ертерек тұрып, сендерді бір қуантайын дедік. Да. Мы думали, вы не встанете. Иә, бауырсақ пісіріп, кішкене тамақ пісіріп. Енді қиналып Сен де едік істеп қой жатсың ба не? басында. Өткен бағдарламаларда оянуға қиналып едік. Қазір енді автоматты түрде таң атқан кезде біз оянып кететін болдық. Режим қалыптасты ғой енді, режим қалыптасты бізде. Қандай тамақ істеп жатсыздар, қыздар? Сорпа жасаймыз. Манты жасамайсыңдар ма не? Ой, я қазір Мантавар онда қағаштан жаса мантавар күн. Отындарың бар ма? Жағып берейік. Тоқташы, мен сұрайыншы қымтыдарым. Сергей, асын жақ бересіз ба? Жағып берейін, әкел. Қанша сағаттан кейін тамаққа шақырасыңдар бұйыртса бізді? Примерно 1 сағат. Ерзат, нені самаурынды жағу керек еді. Кетті самауырын жағып бар. Қайсыңдар? Аяна сен істеп жатсың ба не? Иә. Серьезно ма? Иә, бірінші рет қамырды елеп тұрмын. Үйренейін деп бір күні керек болады Что ғой. делаешь, Амбота? Что делаешь? Мен тамақ жасаймын қазір. Айгүл, сен бір ән айтайын демен, тыңдашы. Айтшы, жазылды ма уже? Аяу басып жүріп келем, қалтама қарай, студентпін, мәлі бар, қолымда тек оңай. Отыра тұрсын суя. Бір сұлу қыз қарап тұрды маған, ұнаттыма мені. Жымыңдаған сезіммен айшы, көздедің сен нені. Жай ғана жымиян. Ту, аузыңды ашпаш, айналайын. Әкеш маған. Су тұра берсін. Мен ойласам, Шелпек пісіргенше. жай ғана жымиян, сен ойласам, жүрегің мендей күйді, мен ойласам. Жұмсақ отыр менің. Қыздар болсаңдар, қазан қаңсып кетеді болды. Аягөз, барып қазанға Май құйып, кішкене дайындап берші. Ау, Алтан жаным. ары қарай. Ал енді қара, бүйтесің. Жаңа істеп алдың ғой. Енді бұл домалақ болып істеу үшін
бүт жайып аласың. Домалақ қылып бүт шеттерінен ше. Ана жұдырықпен жасашы. Гүлмиранікі күшті шығып жатыр да. Я, ол молодец. Қарасайшы, Аяна да бірінші рет істеп жатыр ғой. Жаным. Оқтау жоқ па не басқа? Сол екінші оқтау қайда ұлдар? Көрдіңдер ма? А ты знаешь, как шельпеки готовят? Вот сейчас только порежь пополам и начни кругляшки делать. И эти кругляшки ты делай, превращай в маленькие кругляшки, из большого в маленькие. Да. На отын салып тұрасыңдар ғой қыздар, Біз кеттік бар демалайық. Тамақ дайын болған кезде айтсын. Дайын болған кезде айта қойыңдар. Қазір қыздар мынау енді әртүрлі болып кетеді ғой екеуі. Қытай қылып істейсіңдер, мананы бөліп салсаңдаршы енді. Енді болды ана нанның қазір ырың-жырыңы шығады, оны қалай не істейміз? Нанның ешқашан ырың-жырыңы шықпайды. Ой, қойшы. Қайтадан істеп жіберуге болады. Лақсырма нан ол. Заказывали шельпеки? Да, Ну что, это без дрожжи получилось. А где этот? Вилка қайда? Бол. Ой, господи. Не буду. Жамбота жүгір. Нет. Мен енді мақтанышпен айта аламын, мама, мен қамыр илеуді үйрендім деп. Алдында айтқам ғой, мамам бие сауғанды көре алмай қалдым қап дейді да. Мен бие саудым десем, қалай, мен саумағым ғой биені, сен қалай сауып жүрсің дейді да. Мен қорқатын едім, көрдің ба дедім. Қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер, дұрыс па? Соны кішкене болса да бізге үйретіңдерші. Арқан тарту, да, есть такая игра вроде? Арқан тарту бар. Арқан тарту, знаешь? Не бар ғой? Ақсерек, көксерек. Ақсерек, көксерек, немеде ойнайтынбыз. Сосын аударыспақ деген бар, жігіттер ойнайтын. Аттың үстінде ойналады ғой, негізі аударыспақ. Біз мектепте ойнайтынбыз, бір-біріміздің үстімізге мініп алыпшы. Онда бетекші қазір қыздарға бар ғой. Өзің айтшы қыздар. Тоқта. Қазір егер қазір біз қыздарға айтатын болсақ, ұлттық ойын ойнайық анау деп сразу братал айтатын болсақ, олар не тамақ дайындамайды, не істемейді. Бірінші тамағын шылап сосын бірақ айтамыз. Бір хотя бы кішкене бір шай ішіп көреміз ғой, енді қазір не істеп жатқандарын білмейміз. Не спешите, асықпаңдар. Жаңа асығыңдар дедіңдер, енді асықпа дедіңдер. Себебі шелпек піспей жатыр, бірінші шелпек асықпаңыздар. Енді сол қалың болып кетті, айттым сендерге. Ерзат шақыра қойшы. Ерзат, тебя Ягоска зовет. Там надо помочь... Помогите, көмектесіңдер бізге. Жүрсі керек. Там печь, надо поджечь. Өшіп сағасыңдар ма? Вон сам потух. Ана қысатын сын қалды ма, не істеді? Давай я его переверну хотя бы. Қиын неге тазалап жүрмегесіңдер, ішіндегі күліне. Сергей жақ берген ғой. Абдол! Оу! Бергеш! Идем, Кабдол, кушать. Шелпек жейміз. Ал жігіттер қыздар ниет етіп ауыз тиік. Шелпектің дәмін көріңдер. Маған ұнады. Біздің Гүлеке жасады, сосын Аяна жасады. Рахмет, добыл шапақтарыңызға. Вкусно? Не, очень вкусно. Өте дәмді болған. Жеп алайық, одан кейін қыздар, бізде бір идея бар. Жүргізушілер келгенше бір ұлттық ойын ойнайық та. Қандай? Ұлттық ойындар. Мына кім, Ерзат, бәріміз ақылдастық қой. Арқан тарту,
Қыздар, бізге жанкүйер болып тұрасыңдар, біз бірінші аударыспақ ойнайық. Сосын Кейбір ойындарды білмейді. Соның бәрін түсіндіріп берсең. түсіндіріп беремін ғой, ойын барысында бәрін түсіндіріп беремін. Мен киініп алайыншы. Киім шығайық, ыңғайсыз киім шығайықшы. Қыздар, келіңдер. Арқан таптық. Қыздар, жігіттер, келіңдер. Ай, құрмет жігіттер, қыздар, кішігірім түсіндіріп өтейін. Бұлай мына жақтан асты мекен деп бар ғой. Бұлай қарай асып кеткеннен тастайсауға болмайды. Толығымен командан тартып өту керек. Түсіндіңдер ғой? Иә, соңғы адам біз тартқан кезде, төртінші адам Гүлмира ғой. Мына сызыққа уже жетіп кетсе, уже болды, біз жеңдік деген сөз. Ал біз жақта Жанбота ана сызықта уже жетіп кетсе, сен де жеңдіңдер деген сөз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болды. Енді орын ауыстырамыз. 1, 2, 3. Бірде-бір болды, бірде-бір. Ақсерек, көксерек, бізден сізге кім керек? Аягөз! Илай ұстандар. Болды, бізде қаласың. Мына ұстаған жаман бат. Былай істейікші, былай. Былай істеу керек, қатты от сол кезде. Ақсерек, көксерек, бізден сізге кім керек? Диана! Кет. Жанбота тағын келеді. Ойбай! Молодец! Красавчик. Ортасына тұр. Ақсерек, көксерек, бізден сізге кім керек? Жанбота! Все, начинаем. Давай. Стандар! Al kettik. Ақсерек, бізден сізге кім керек? Аягөз қайтарыңды. Давай. Мен! Подаваться этим. Кеттік. Қыста былай. Мынаны қыста былай. Ақсерек, көксерек, бізден сізге кім керек? Қабдол. Диана, ажырасып кеткенде. Жақтан салып қалдың ғой сен. Бетті, былай болмайды ғой. Қалдың ғой. Көрсетейін. Болады. Бүйткен болмайды ғой. Болмайды. Бүйттім, қарашы сен. Қара, өзің келді бүйт. Сен мынаған өткісің ғой, болмайды. Қайтадан жүгірем, Болды, Қабдол. Болмайды. Қой болды. Бұл жерде саған ешкім приз бермейді, очко бермейді, тұр дала. Ақсерек, көксерек, Сізге кім керек? Гүлмира! Ой, неге? Қойшы! Давай, Гүлмира. Аяна. Жеңіс тап кет. Көрек, Аянан жүгірсін көрек та, Аяна. Шақырыңдаршы мені. Солғы. Ақсерек, көксерек, бізден сізге кім керек? Аяна! Ойбай, дайындалыңдар. Забери меня, забери.
Или қабдол Мынау мықты. Мен алып кетші. Анан қара, дайындығын қара. Қапсаңдар. Жаман. Қабдол, О, сейчас головой пойдет она. Ашылыңдар. Қабдол алып жүр. Қайтарып алып қара. Давайте сендер. Ақ серек, көк серек, бізге кім керек? Илей. Давай, қапсың. Давай. Елай, ты красавчик. Қабдол. Қабдол. Нет. Болмайды ғой. Нормально. Үзген адам екен. Қызғанбаса. Я же выигрывала же. Не вот қызғанып отырсың ба? Нет, ее же нельзя забирать. Не, оны ала алмайсың сен. Ана екеуің Оны ортасынан алмайсың, кесіп екеуің біреуін ғана аласың. қабдол. Аягөз шақырайық. Ақ серек, көк серек, бізден сізге кім керек? Аягөз, давай. Жүгірсін-ай, Ашың ба? Жегізге жеткен, Аяна, осы команда. Арсель, давай! Султан, Али Султан, давайте! Не дыши меня. Тяни. Давай. Намысты жібермеңдер, Давай! Қане? Ал намысты жібермеңдер, жігіттер. Ей, мінекей керемет! Өтсе бір қызықты ойын болайын депті. Қане? Я тоже за Марселя. Али Султан, жарайсың. Қыздар, жігіттер. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Көңіл-күйлеріңіз тамаша, жарайсыңдар. Бағанадан бері сырттарыңыздан бақылап, қызығып қарап тұрдық. Қазақтың ұлттық ойындарын естеріңізге түсіріп, уақытты бос өткізбегендеріңіз тамаша идея болған екен. Ойын күлкі жақсы дегенмен тапсырманың уақыты келді. Дайындалыңыздар. Әлемнің әр нүктесіне хабар тарататын Қазақ ТВ арнасында байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы. Бүгінгі бағдарламада қыз-жігіттерге екі түрлі тапсырма беріледі. Яғни жігіттер қой қырқудан, қыздар құрақ-құрап, тоқыма тоқудан сайысқа түседі. Сіздерге осы істе бағдар беріп жол сілтейтін, сайыстың соңында бағалайтын Әділқазыр алқасын таныстыра кетейін. Қой қырқудан Бақыт Нұрдәулетұлы, Ұзынағаш ауылының тұрғыны. Мақсат Баймұхаметұлы, Ұзынағаш ауылының тұрғыны. Жеңіскүл және Гүлшат Дәулетовалар, қол өнер шеберлері. Және де Нұргүл Дәлелханқызы, халықаралық қол өнер шеберлер одағының мүшесі. Қош келдіңіздер. Ендеше қой қырқу сайысының ережесіне тоқтала кетейік. 45 минут ішінде кім барынша таза әрі жылдам қырқады, сол топ жеңіске жетеді. Сайысты бастамастан бұрын Мақсат ағамыз бен Бақытжан ағамыз қой қырқу әдісін үйрететін болады. Ендеше қыздар киіз үйге кіріп өз сайыстарына дайындала берсін, ал жігіттерімізге іске сәт. Мақсат мырза, енді біздің қатысушыларымыз қаланың жігіттері, сол себепті енді ретін, әдісін бәрін өзіңіз тәптіштеп түсіндіріп беріңізші. Жақсы. Ал жігіттер қараңдар. Маған бере салыңыз мұны. Қойды бірінші қырықпас тұрып, бауырын шығарып аласыңдар. Бұлай бастайсыңдар. Бұлай бірінші кесіп, бауыры, төсі еті. Қой қырыққанда көмекшілер бола ма, әлде ер азамат бір қойды өзі қырқала ма? Бір қырқалады, бір азамат
аяғын байламаса көмекші керек. Ал стрижкамен қырықса, станокпен көмекші керек ұстап тұруға. Қойдың осы бетін аласын, әкелуға мынау қайшы, негізі осындай қайшы ыңғайлы қой қырыққанға. Қазір заманауи осымен қырқады елдің бәрі. Мына аяғын былай қарай шығарасыздар, былай қарай жүнін қойып кішкене қайтарып қолмен. Ретін бәрін естеріңізге сақтап алыңыздар. Міне қолын қайтарып. Сосын былай қарай мойнына қарай кетесіздер ақырын жаймен. Әдемі да, әдемі ұшады. Мойнына қарай кете бересіздер осы. Бір қапталын шығарып аласыздар. Мына жерде омыртқасына дейін шығарып аласыздар бір қапталын. Қойдың мойнын былай қарай ақырын шығарып аласыздар, басын кішкене көтеріп. Бұны кішкене жылдамырақ қырықпасаңыздар, қазір күн ыстықта іші кеуіп кетеді. Басы, мойны бәрі болғаннан кейін бұны былай кішігірім аударып, міне сіздерге ыңғайлы болсын. Аударып, мына уже бағана мында дейін шығарып қойды. Иә, аха. Міне былай қарай уже кете бересіздер. Әзірге мына қой жібереді, босата тұрайық, қырқып тастаймыз. Артынан. Жеңіс, сондықтан абай бол. Алмапай ал сізге қарап тұр. Сіз үйіндіп тұр. Соған енді кішкене көрсеткен жерлеріміз. Сау қой. Рахмет. Қойымыз жайылымға кетті. Ендеше жігіттеріміз сайысты бастауға дайын сияқты. Басқа сұрақтарыңыз жоқ қой, барлығы түсінікті ма? Түсінікті. Енді жігіттер әр топқа 2 қойдан беріп тұр. 1, 2, 3, басталды. Мақсат мырза. Ал енді міне жігіттеріміз бастап кетті. Бастауы дұрыс па? Бастауы өте дұрыс. Реті. Бұл жігіттерді айтайын дегенім. Үшеуі бір команда. Иә. Икеміне қарап, мына жерде мынау қой жүрген кезде мына жерлеріне не жабысады, жаңа тікенек жабысады. Оларды абайлап, былай қара. Мына жерінде өзінің кіндігі болады, қойдың кіндігі болады. Соны кес кету жүрме. Қарап қолмен бәрін сезесің. Мына жерінде кіндігі бар, міне көрме. Мына жерінде емшегі де болады, мына жерінде кіндігі де болып қалады, мына қойлардың мына жерінде. Абайлап, қарап, иә. Илай, сенің енді қолыңның ептілігі бар шығар, сен ылғи жаңағы былғарымен жұмыс жасайсың ғой. Мінеки дәл алдында шикізат күйінде жатыр. Аяқтан бастаған дұрыс болады деймін, Так, мына жерден. Қай жағынан бастарын білмей тұр. Жоқ, мына жерден. Бірінші бауырын алып ал, Илай. Дай. Что қимыл жатыр. Әгелмен. Негізі қой қырқу науқаны қашан басталады, Мақсат мырза? Негізі қой қырқу науқаны сәуір-мамырда басталады. Содан бұл қой қырқылып, болғаннан кейін жайлауға кетеді. Иә. Ойбай, мына жерінде бірдеңе тұр ғой. Ет жинасын деген мақсатпен қырқылады ғой, иә? Ыстықтамасын деген сияқты, иә? Жеңіл жүрсін, ыстықтамасын, семірсін, ет алсын деп кішкене. Негізі аға, осы қой қырқу кезінде қойларды азықтандырмайды дейді, рас па? Қойларды азықтандырмайтындар ол деген рас, бірақ енді жана жатады ғой бұлар. Бұлар жатқан кезде, біраз уақыт жатқан кезде жана іші кеуіп кетуі мүмкін. Сол үшін жаңағы адамда тамақ ішіп бүктеліп жатса, ол асқазанында жөндеп істемейді де, ол да ентігіп нетіп тұрады. Ең қиын іші бауыры сияқты да? Бауыры, иә. Енді жігіттерімізге уақыт берілді. Мәнзаға. Қолдарына құралдарын ұстаттық, үлгермей жатса, әрекетін білмей жатса, соған лайықты ұпайларын алады. Кегізі өтпей қалғанда шошиды екенсің, терісін қыршып жердің бе деп. Давай возьмем других. Да, ты поищи пока Хайша. А я посмотрю, где-то көрген сияқтымын мен пружинаны. Аға, мынау дұрыс істеп жатырмын ба, дұрыс істеп жатқан жоқпын ба, соны қарап қаншы. Мына жерде бар ғой, мынаны шешу керек па деп жатырмын да. Бұл жерде Али, мынаны жаңағы сендер 2 адам болып тұрғаннан кейін бір кішкентай қойға шамаларың жетеді. Мынаны алып, кел Жеңіс, кел ғой. 2 тұяғын ғана байлаймыз, 2 тұяғын ғана байлап қойып, мынаның басын былай дұрыс жатқызып қойыңдар. Бұл да шошып жатқан шығар, мен бұлар сойып жатыр ма, не істейді? Байлаған кезде де сіз мен көріп кеттім. Тұяқты бір қатардағы емес пе? Иә, мына екеуін айқастырып қана байлап. Қазір мынаны байлап қойып, мына екеуін ғана байлап қойып, астыңғы екеуін байлайық. Сол жағының 2 аяғын байлайық.
алдыңғы тұяғы мен артқы тұяғы. Өйткені қазір сен мынаны ашып, мына аяғыңнан ыңғайлы бүйтіп неткеніңе қырқылуыңа, иә. Әдемі, Қабдол. Қабдол солақай екен. Тілін түсінемін да аға, менде шашым осындай ғой. Қабдол енді сен бүйта ғой. Бүйта ғой. Кішкене қиындау болғаннан кейін бір көрсетіп жіберейін. Мына аяғы келді ғой. Қарай ғой. Көрдің бе? Осы аяғын былай қарай шығарып аласың. Аяғын шығарып алайын ба? Аха, былай қарай артына қарай. Былай, иә? Иә, ақындап қырқасын. Былай дұрыс па? Міне, өте дұрыс. Бірінші үш жақтарын алып аласыңдар. Үш жақтарын алғаннан кейін барып, ол қойдың өзінің мына ненің жүннің де өзінің реті болады. Жүн деген тығыз өседі. Сол кезде қайшыларды салып, ақындап қырқа бересіңдер. Жаным, кешір. Шыда, қазір. Бұл жарамай ма екен енді? Жоқ, келген кезде бүйтіп әдемілеп тігіп жіберсе жарап береді. Күнде жасаймын мен осыны. Үйге барайыншы. Dokumenter something unfinished. Please try again or call later. Как это? Күшті. Мен күшті прическа жасап жатырмын қойға. Нағыз айтпай жатырмын да. Негізінде ер азамат осындай жұмыстарды істей білу керек, е? Білгені дұрыс қой негізі. Енді ер азаматқа қырық өнерде аз ғой. Иә. Біз осы жерде нағыз алып жатырмыз. Осы жерде кішкене сантиметр қойсақ. Бола ма ол? Мынаны қазір сен мына бірінші алдың ғой, мына жеріңді алдың ғой, тура осылай қылып алып кету керек. Мынандай болмайды, мынау мынандай болу керек. Деңгей бірдей болу керек, е? Бірдей болу керек те. Өйткені сен мына жерін жұқаласың да, мына жерін қалын алып, мына жерін жұқалып, ол болмайды. Ол біркелкі қылып алынады бұл деген. Ал Али Сұлтан мен Женистің қалай екен? Женис, как ваши успехи? Ну, мы сейчас будем меняться. Есепке алу үшін қайшыларын көріп жіберейін. Олардың қайшылары өте керемет екен. Негізінде осы қырқу барысында қайрап отыру керек қой, иә, құралдарды? Енді бір қойға қайрамаса да мына жақсы өтіп тұр. Қайрамаса да қараңыздар міне. Міне қандай жақсы, қандай. Неке Мақсат мырзаның жылдамдығын қараңыздаршы, қолының ептілігін. Сол сияқты сіздерде уақытта. Қорықпай істеу керек бұл, мен қорқып отырмын ғой мынадан. Жігіттер, бұл жерде уақыт есепке алынады. Естен шығармаңыздар, иә? Аха, болды. Айбый, кесіп алдым қолымды. Ай, қатты ойылып кетті ма? Не болды? Жақсы. Жаңа кестім, қаншықты. Қой қырыққанда ондай болып тұрады. Мақсат мырза, қараңызшы. Қара бүйтіп жатқызасың. Мына жүндері қалың емес па? Кішкене басып ала ғой бұлай. Міне көрдің бе? Міне бұлай. Басып ала ғой, қорықпай. Боишься, что, блин, Столько всего остается, Женис. Көрдің бе? Надо почище. В начале конкурса, то есть в начале соревнования было озвучено, да, что Не, я понял, максимально быстро, чисто все должно быть. Жоқ, мынаның бар ғой, мен байлап алайын. Байлап келе ғой. Бір байлайтын бір нәрсені беріңізде қанақ көпсізінде. Илай, сіз бұл жерде керісінше жаңағы жануарға, малға жақсылық жасап жатсыз. Сол себепті қорықпа. Жоқ, осы берілген құралмен өзіңіздің қайшыңызбен Бола ма? жоқ болмайды. Қандай қайшы? Үлкен қайшы? Үлкен қайшы бар. Соны алып кетемін. Мынау өтпейді. Мен қырқыдым уже. Үлкендігі қандай қайшы? Мына осындай. Негізі қой қырықтың қайшысы осы. Мынау енді. Онда осы қайшымен бірдеңе қылып ретін келтірсін. Ана шаш алатын қайшыны айтып отырсың ғой, онымен болмайды. Онымен отырасың ба? Керісінше ол уақытты созып жіберетін сияқты. Мне кажется, ее изуродовали, да? Стрижка жаман вот. Просто сложно, когда вдвоем одного барана режешь, честно. Один под руку говорит, другой начинает умничать, третий начинает. Когда один сам делаешь спокойно, я брал чуть сверху, он мне под руку говорит, вот этот глубже, я глубже взял и подрезал. Бас жағына келгенде, мойын жағын қалай аламын? Міне бас жағын былай ала бересің. Міне былай. Жылдамдатып жіберейін. Міне.
Менікі кішкене дұрыс алмайды да. Айбат алады. Айбат алады. Жақсы алып жатырмын. Маған бар ғой, мына жақтан былай кеткен ұнап тұр аға бар ғой. Қалай өзіңе ыңғайлы болып тұр? Былай айналдырып жүрші. Міне, о. Бірақ мынаны қойды бер қате өзің мына жүннің жанына тартып ал, шашылмау үшін. Мына көршіңнің несіне қосылып кетіп жүрмесін жүндеріне. Міне сен ыңғайын тапқан сияқтысың. Енді алдағы ақырындап қана алдағы мойнын шығарып ал, ана қайшыны қатты кіргізіп алма. Жайла бір өзің бір ыңғайы болады. Әні көрдің бе? Өзі кете береді арғатай. Былай қарай алады, былай қарай, мына жақтан былай қарай. Мына жақтан ба? Терсіз қиып жібердің ғой, Ерзат. Байқамай қалдым. Жоқ, мына жағынан былай қарай кетпедіңіз. Қалай қарай? Былай қарай. Әні, қабдолды қарашы, қаб. Мына жарақатқа бірдеңе сеуіп жіберу керек шығар, ана. Дұрыс алып қою керек те, дұрыс сеуіп жіберу керек. Тым терең емес пе жарақаты қойдың? Ештеңе етпей ме? Терең емес, ештеңе етпейді. Жігіттер, абайлаңдар. Тым терең кесіп жіберіп, қой қансырап қалмасын. Обал болады. Ама ханым, Ау. неғып Ерзат дей бересіз. А? Неғып Ерзат дей бересіз. Енді қарасаңдаршы, Ерзат жалғыз өзі. Енді бізде тырысып жатырмыз ғой. Сіздерден баяу болып келе жатыр. Жоқ енді ол. Сіздерде енді жеңіске жету үшін кішкене қолдарынан келгенше тырысуларың керек қой. Енді қолдарымыздан Тиіп қашып істейміз. Өлмейміз ба? Жылқы тағалағанда Ерзат мүлдем Марселен ештеңе істеген жоқ. Қой сойған кезде сіз қашып кеттіңіз. Басында мен пш дедім ғой. Енді постоянно. Жігіттер дегенмен енді команданы алға сүйрейтін Ерзат. Біздің Ерзат Сол себепті кішкене сіздер де қолдарынан келгенше тырысып аянып қалмаңдар деп жатырмын. Мен керісінше сіздерге мотивация болсын деп демеу беріп жатырмын. Ал сіздер болсаңыз, мен сіздерді сынағандай реніш білдіріп жатсыздар. Жоқ, сіздікі дұрыс, Алма ханым. Біз Ерзат өзіміз капитаны соответствует, короче. Женис, қалай қолыңнан келіп жатыр ма, бәрі түсінікті ме? Мне кажется, мне надо еще 5-6 клиентов, чтобы я примерно понял, как это делается. Потому что первый клиент, он точно недовольный уйдет. Я чувствую, ему не понравится, как вы его постригли. Енді дегенмен, ереже барлықтарыңа бірдей түсіндірілді. Дегенмен, мінеке Қабдол қазір бірінші келе жатыр, ал сіздер екеуің бір қойға жабылып, жартысына да жеткен жоқсыңдар. Жабылғанда біз кезек істеп жатырмыз. Енді Алма ханым жабылып жатқан жоқпыз ғой. Енді әр командада өз лидері болады екен. Қабдол, енді мінеке сен жақсы келе жатырсың. Әділ қазылар сенің жұмысыңды өте жоғары бағалап жатыр. Қолының ептігі бар екен, бәрін жақсы жасайды екен деп. Енді Али Сұлтанмен жеңіске қарасақ, кішкене дұрыс емес және жылдамдықтары тым баяу. Егер де осы екі жігіттің кесірінен сіздердің командаларыңыз жеңіліске ұшырап жатса, реніш бола ма екен? Мен білмеймін енді, ол енді әр адам ептілігіне байланысты ғой. Енді мен бірден өзім үшін мен ағаларымды түсіндірген кезде қатты ұғынып алдым, қатты түсініп алдым, қалай ұстайды қолдарын, қалай екінші қолын қалай ұстайды. Илайдың қолынан, Марселеннің қолынан шыққан ғой, өкінішке орай ала-құла болып шығатын сияқты енді. Жаным, кешір. Шыда, қазір. Уақыт бітеді, кетеді. Тұрғызыңдар да тазылаңдар. Ал енді Алма, келіңіз. Мына жігіттер міне. Кескен жерде жоқ, өте тамаша, міне болды. Сіздер болдыңыздар, жақсы. Шынымен де қойға ешқандай... Болды, кете берсін. Бағалап үлгердің? Үлгердім. 30 секунд уақыт қалды, жігіттер. Енді Ерзаттың жұмысын бағалайық. Ерзат бір-екі жерін қиып алған еді.
Ерзат. Міне. Бақыт мырза, Ол ештеңе етпейді. қараңызшы, Ерзат аяқта болды, бағасын беріңіз. Жігіттер, 3, 2, 1, уақыт тоқтатылды. Сайыс аяқталды. Илай, қайшыны қоямыз. Болды, қайшыны қоямыз, Али жігіттер. Сұлтан, қайшыны қоямыз. Құрметті көрермен, қой қырқу сайысы өз мәресіне жетті. Әділ қазыларымыз өз бағасын беруге дайын. Ендеше Мақсат мырза, Бақыт мырза сөз кезегі өздеріңізде. Ал енді бұл қой қырқу жарысынан бұл жерден өте жақсы қырыққан Ерзат, одан кейін Қабдол. Ал қалған қойда мына шеттегі жігіттер. Илай мен Оларға. Марселен, Али Сұлтан мен Жеңіс. Екі қойда жартыдан қырқылды. Жартыдан. Ешқайсысын ренжітпей сендерге мына 2 деген бағадан бердік. Сендерге де 2 деген бағадан. Сонымен общий мен 9 ұпайдан бердім әр командаға. Өйткені сіздер де жартысын біттіңіздер. Сіздер де жартысын 9 деген баға. Түсінікті? Бақыт мырза. Замандастар тобында Қабдолға 5 деген баға, Ерзат деген балаға 5 қойдық. Қалғандары үйреніп жатқан мына Жеңіс, Али екеуіне 3 деген бағалар қойдым. Илай мен Марселге 2 деген баға қойдым. Баға деген әділ қойылды деп ойлаймын. Түсінікті. Әділ қазыларымыздың ұпайын қосқанда Төңкер тобында 18 ұпай, Замандостар тобы алда келе жатыр 20 ұпай. Дегенмен жігіттер, бұл бүгінгі күннің қорытынды нәтижесі емес. Бізде әлі қыздарымыз сайысқа түседі. Қыздардың нәтижесін сіздердің нәтижелерімен біріктіре отыра жеңімпаз топты анықтайтын боламыз. Әзірге қорытынды осылай. Әділ қазыларымызға көп рахметімізді айтамыз. Істеріңіз алға баса берсін. Please try again or call later. Шебердің қолы алтын дейді атам қазақ. Қолөнер бұйымдары әлемнің қай бұрышында болса да құндылығын жоғалтпайды. Өйткені өз қолымен жасалады және еш жерде қайталанбайды. Қыздарымыз бүгін қолөнер шеберлігінің қыр-сырын үйреніп, тоқыма тоқып, құрақ құраудан сайысқа түседі. Осы ретте әділ қазылар алқасын естеріңізге сала кетейін. Нұргүл Дәлелхан қызы тоқыма тоқу сайысына төрелік етеді. Жеңіскүл Гүлшат Дәулетовалар құрақ құрау сайысын бағалайды. Уақытқа келетін болсақ, тоқыма тоқу сайысына 30 минут, құрақ құрау сайысына 40 минут беріледі. Алдымен құрақ құрау сайысынан бастаймыз. Ендеше қыздарымыздың алдында керек жарақтың бәрі бар. Бағыттап жіберсеңіз, неден бастайды қыздар? Қазір қыздарымыз 2 командада 3 қыздан бір-бірімен сайысатын болады. Бүгінгі құрайтын құрағымыз қошқар мүйізден жаңағы көрпеше құраймыз. Құрақ құралудың белгісі, сосын қошқар мүйіз мына 4 жақты болғандықтан 4 құбыламыз тең болсын деп айтқан әжелеріміз. 2 командадағы 6 қызға 3-3-тен ине таратамын. Біздің әжелеріміз, аналарымыз бұрын қолмен тіккен, сондықтан біздің қыздарымыз осы аналарымыздың жасаған бұйымдарын бүгін қолмен жасап көрсе деп отырмыз. Мына құрақтың құралуына 5 сантиметрден бөліктен маталарды қиямыз. 2 түстен болады. 5 сантиметрден 5 жолақтан кесіп аласыздар матаны. Ұқыптылығына, әдемілігіне өте мұқият боламыз. Жеңіскүл ханым, енді қараңызшы, қыздарға ақпарат берілді ғой. Осы қошқар мүйізді жасап шығара алады ғой қазір, осы берген ақпаратыңыз бойынша? Мен ойлаймын шығара алады деп, өйткені Гүлшат түсіндіріп отырады. Алтыларында үлгі бар. Осы 5 сантиметрменен басқа бөлік кесудің керегі жоқ. Осы мен мына бөліктерді, мына 4 бөлікті шығарып құрап алғаннан кейін құралған құрақпенен мыналар кесіледі. Осы 4 бөлікті құрап алғаннан кейін барып мыналарды түсіндіріп айтамын. Жақсы, ендеше уақытты созбай, сайысымызды бастайық. Қыздар түсінікті ғой бәрі? Түсінікті. Уақыт кетті. Бұл жерде бәрі түп түзу болып кесілу керек, сызылу керек.
әр қайсына 4 жөн жасай берсек бола ма? Болды, қайсының да тіге берейін. Айтыңызшы, мен соны тіге берейін. Гүлмира, сыза беріңіз сіз. Тағы да. Замандостар тобының қыздары қиықтарын қиып, тіге бастады. Өлшемей-ақ 5 сантиметр алып алдым. Әрбір қазақтың қызы өз жасауын өздері қолмен жасау керек деп есептеймін. Кішкене төңкер тобының қыздары артта келе жатыр. Диананың қолы дірілдеп тұр, қатты қобалжып тұр ау деймін. Қолынан тер шығып жатыр, уайымдағаннан. Мынаның матасы бөлек екен, жаңа сары жақсы қиылған. Кішкене қалыңдау, иә? Қалыңдау, ал мынау жұқа. Қайшыларың өтпей бола. Қайшыны дұрыстай білу керек, Гүлмира. Мәссаған, кеттім мына жерде бір дәрсе. Бұл жарамай ма екен енді? Жоқ, Жоқ, келген кезде бүйтіп әдемілеп тігіп жіберсе жарап кетеді. Ай, Гүлмира. Сіздің енді өрнегіңіз мына түс болу үшін, міне мынау сары болады ғой өз орнында. Мынау көк болады сарының. Енді мына жерге көк тігесіз. Көкті былай тігесіз. Андағыдан нешеу кесейін? Бұны кеспей, сосын кесесіз тік болып. Түсіндім. Мына басынан бастап, нерге дейін тігесіз. Сосын кесіп алып тастайсыз. Қараңызшы, мынандай осындай тігісін көктеп кете берейін ба? Осылай. Тік кете бер. Матаның теріс жағы болады, оң жағы болады. Сіз жаңа теріс жағын қадап беріңіз маған. Сол үшін Жаума 5 сантиметр деген. Жеңіскүл ханым, енді сіздер шетелдік көрмелерге жиі барасыздар, иә? Қалай қабылдайды осы біздің өнерді? Шетелдіктер көбінде таңғалып бағалап жатады, өйткені біздің қазағымыздың қол өнері, құрағы болсын, басқа да өнері болсын, өзіндік бояуы бар, өзіндік әсемдігі бар, өзіндік жаңағы әртүрлі ою өрнегі ерекшеленіп тұрады. Гүлмира, не болды? Көрсетіңізші кадрды, көрейік. Көрсетіңізші көрермендерге. Мына оюдың аты Гүлмираның жасаған жұмысы. Мына оюдың аты қытық-пытық. Не бұл? Әзірге Гүлмира міне осылай жасады. Енді білмеймін, сайыстың соңына дейін әлі уақыт бар. Бір ретке келтіреді-ау деген. Бірдеңе тауқпаса үмітіміз үзілмейді. Камераға көрсетіп, тегі беріңізші бер. Ренжімеші, Гүлмира, әзіл болсын деп жатырмын. Аяна, сіздер де бір сықылықтап күліп жатсыздар. Не болды, Жеңіскүл ханым? Бір комментарий беріп кет. Артық қылам деп қылдым ғой. Тым мақтап жібердік қой дейм Аянаны, е? Салтанат қалай келе жатыр, дұрыс па? Қазір тағы бір қызық дүние шығып жүрмесін? Жоқ, мен қатты мән берем ондай заттарға. Кішкентай кезімнен мама баулыған осындай дүниелерге. Міне, енді дұрыс болды, е? Түзеуге болады негізі. Ой, я так долго... Где? Ты забрала мое готовое. Жоқ, менікі ғой. Нет, это ты забрала. Вот именно. Кішкене сонда әдеті бар бұның. Ауру қалса да әдет қалмайды. Қой, өйтіп айтпа. Ойнап attım. Қанша дегенмен
отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай, бекзаттарым ай, жаттарым ай, арнайын кеп жатқаның ай. Қыздар, енелерімізді қоямыз, сайыс аяқталды. Жеңіскүл ханым, Гүлшат ханым, көп рахмет сіздерге. Әділ бағасын бере отырыңыздар. Ал қыздар, сіздер тоқыма өнерінің шебері Нұргүл ханымға назар салып тыңдаңыздар. Нұргүл ханым қазір сіздерге бағыт-бағдар береді. Тоқыма өнерінің пайдасы адамның денсаулығына, қанның айналуына, жүрек қан тамырының айналуына өте пайдасы бар екен. 15 жылдан бері осымен біз жанұямызбен жасап, осымен табыс тауып, осымен шетелге шығып, осымен қаншама әйелді 2007-тен бастап үйретіп келем. Қаншама әйел өздерінің үйдеріне жасап алады, балаларына жасайды. Сол кезде маған мың рахмет айтқандар болады. Сол кезде халыққа көмектесу, халыққа пайдаңды тигізу қандай бақыт деп өзіңді өте бақытты сезінетін күндер көп болды. Рахмет Аллаға осындай өнер берген. Сайысымызды бастайық, алдымен ережесін түсіндіріп кетіңіз. Қыздар гүл сияқты ғой енді. Сол гүлден бастайық деп отырмыз. Осындай кішкентай гүл жасасақ та оғанда шүкір деп айтамыз, иә? Біз алдымен міне түйіншек жасаймыз. Мен басқаша істеймін түйіншекті. Иә, бола берсін. Екі түйіншек жасаймыз. Салтанат, алдымен қарап алайық. Соның кейін Болмай ма? мына күршек Жуан жағымен, иә? Жуан жағымен тоқимыз. Көрініп тұрмас? Екі рет іліп аламыз. Мына жағы жіңішке, мына жағы жуандау. Негізгі мынау жуан жіптеу. Жіңішке жіп мындай болады, иә? Енді біреу, екеу, үшеу. Екеуін қосамыз да, осы дөңгелектің сыртын айландыра тоқимыз. Екеуін біріктіреміз. Иә? Мынаған кіреміз, бері шығарамыз, екеуін біріктіреміз. Енді қыздар, сіздерге қарайын. Міне, мынай болды ғой. Вниз. Один. Иә, екеуін біріктіреміз. Один, да? Мына екеуін біріктіреміз. Мынаны дөңгелекті толтырамыз. Енді өз-өзінен 5 өрім жасаймыз. 1 өрім, 2 өрім, Аяна, 3 өрім, 4 өрім, 5 өрім. Иә? 5 өрім болғанда міне жерде Еще тастаймыз. өрім, 1 өрім тастаймыз. 1 өрім тастаймыз да, екінші өрімге кіреміз. тура жаңағыдай қайталаймыз, иә? Болды, түсінікті ғой, қыздар. Соның кейін міне тез осыған. 5 өрім аламыз, иә, қайта? Иә, міне, 1 жапырақ шықты. Болды, қыздар, түсіндіңіздер ғой, сіздерге толық ақпарат берілді. Тоқыма тоқу сайысына 30 минут уақыт беріледі. Уақыт кетті. Енді мынаның ішіне кіресіз. Кіресіз, арғы қарай бері алып шығасыз. Екеуін біріктіресіз. Ары қарай кіресіз және. Bir ürün almış tak da. Иә. И вот так. Опять и так дальше, да? Жоқ, иә. Солай кіресің, бері шығасың. Иә. Екеуін біріктіресің. Иә. Ары қарай кір, бері алып шығасың. Екеуін біріктіресің.
Қыздарымызға бүгінгі тапсырмаларымыз ұнап жатқан сияқты бар ынталарымен жасап жатыр. Қатты ұнап жатыр ше. Күнде жасаймын мен осыны. Үйге барайыншы. Мамалар бұрында қарағандта гүлдер ансамблінде болды ғой. Сол кезде екеуі қиналып жүрген кезде тоқыма тоқып ақша табатын. Сол мен анау спицамен сөйтіп мені де үйретіп қойған. Но бізбен бірақта тоқи алмайды екен. Мен үшін бір жаңалық болып отыр. Шыны керек. Тәте, мен болдым. Қанша уақыт болды ма? Біз бір-бірлеріне көмектесуге рұқсат береміз бе? Бір команданың қыздары ғой, көмектесіп жіберсін. Болды енді мынаныча не ғой? Кесе саласың. Әпке, міне қайшасы келдім ғой, келесісінде мына бір көз қалдырасың, екіншісінен аласың. Тағы жаңағындай. Бер шығар, өз-өзінен шығара сал. Гүлмирамыз әдемі гүл шығарды. Болама или тағы бір жапырақ жасап жіберейін бе? Болама, дұрыс па енді? Болды енді. Өз-өзінен бесіп Түйіншіктеп қырып тастаймыз ғой, Өз-өзінен бесіп жасайсың. Гүлмира, тамаша көрсеткіш. Қатысушы қыздарымыздың барлығы уақытынан ерте аяқтады. Берілген тапсырманы тек қана Диана әзірге аяқтаған жоқ. Давай, Диана, ну-ка, иди сюда. Көмектесші. Нұсқаулап жіберіңіз. Алма ханым, сенесіз бе? Мен бұрын осы тігуге, тоқуға мүлдем қызықпайтын, осы бағдарламаның арқасында мен біраз көптеген нәрсеге менің өзімнің зауқым ашылып жатыр. Енді екі әпкенің бәлкім жеке сабақ аламын ба деп ойланып отырмын. Енді барлығымыз бір Диананы күтіп отырмыз. Диана, жаңа ілмекті алып, өзің соңына дейін аяқта, немесе сайысты осы жерден тоқтатайық. Бұл енді әділсіз болады. Құрметті көрермен, қыздарымыздың құрақ құрау, тоқма тоқу сайыстары аяқталды. Ендеше әділ қазыларымызға сөз кезегін берейік, бағасын бірге тыңдайық. Иә, бүгінгі сайыс өте қызықты өтті деп ойлаймын қыздарға. Әжелерінің, аналарының жасаған дара жолында қолөнерінен сәл болса да бір ілім алды деп ойлаймын. Енді мен салтанатқа ең жоғарғы балды беріп отырмын, 5 деген бал. Одан кейін Аягөз деген қызымыз аяқталмай қалса да 4 деген бал бердім. Жақсы. Енді Аяна 4 деген бал беріп отырмын. Рахмет. Енді Гүлмираға 4 деген баға. Опана, нормально. Гүлмира. Диана деген қызымыз өте ұқыпты тікті. Ол қызға 5 деген бал беріп отырмын. Алдағы уақытта. Сосын Жанбота деген қызымызға 4 деген бал, өте ұқыпты. Қыздарға рахмет. Сізге рахмет. Сізге рахмет. Гүлшат ханым, сіз қандай баға қойдыңыз? Бағамды қойдым. Бірінші Төнкер командасына айта кетейін. Барлықтарыңызға 4 деген бердім баға. Және Заман достар командасына Салтанатқа 5, Аянаға 4 қойдым, Аягөзге 4 қойдым. Нұргүл ханым? Аягөз бірінші оған 5 қойдым. Аяна 4 қойдым. Салтанатқа 4 қойдық. Төнгір тобынан Гүлмира 5, Дианаға 4 қойдым. Жанботаға 4 қойдым.
Жақсы, құрметті көрермен, осымен қыздардың сайысы өз мәресіне жетті. Әділқазылар алқасы өздерінің әділ бағасын берді. Сіздерге көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Сіздерге тағы да алғысымызды айтамыз. Ал қорытынды нәтижені киіз үйдің сыртында қобалжып күтіп тұрған жігіттеріміздің ұпайымен қосып айтатын боламыз. Жеңімпаз топты жақын арада анықтаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Please try again or call later. Қыздар, Алма, киіз үйге күндіз кіріп кешке шықтыңдар. Тапсырмаларың ұзаққа созылды ғой, не бұл? Иә, өйткені қыздарымыздың тапсырмалары өте қызықты өтті. Қатысушыларымыз пайдалы мағлұмат алды. Иә ғой, қыздар? Иә. Сонымен бүгінгі жарыстың қорытынды нәтижесі дайын. Екі сайысты қоса есептеген кезде Төңкер тобында 56 ұпай. Браво. Заман достар тобы 59 ұпаймен жеңіске жетті. Әдеттегідей жеңімпаз топқа ұялы телефондарымызды табыстайық. Кәнекей? 1 сағатқа. Айтпақшы, 1 сағатқа. мен бір-екі ауыз сөз айтсам бола ма? Иә, айта қояйын. Құрметті беделі биік бағдарламаның шырылдап жүрген шығармашылық тобы. Сіздерден үлкен өтінішіміз бар. Жалпы екі команданың атынан. Күн әр бағдарлама сайын сіз жеңімпаз топтан, енді жеңімпаз топқа телефон таратасыз. Сол телефоннан кейін өзіміздің ата-аналарымызға, достарымызға хабарласқан сәтте сіздер түсіріп аласыздар. Бүгін соны түсірмей-ақ қойсақ бола ма? Өйткені біз өзіміздің туған туыстарымызбен бірге сөйлескіміз келіп отыр, камерасыз. Егер өтінішімізді біздің шығармашылық топ қабылдаса, біз қуанар едік. Жоқ, Аяна, өкінішке орай бұл біздің бағдарламамыздың ережесі, талабы. Біз түсіруге міндеттіміз, сол себепті. Бізде бір кішкене секреттеріміз бар енді. Өйткені телефон ол адамның жеке меншік нәрсесі, жеке меншігі. Түсініп отырмыз. Сөйлесетін дүниелер жеке. Өтініш. Өтініш. Бағдарламада. Жақсы. Мен де бір күн кішкене өтініштеріңді қабыл алып, орындайық. Сырласуларыңызға, шерлеріңізді тарқатуларыңызға рұқсат. Бүгінше бір күн ғана түсірмейміз. Рахмет. Түсінгендеріңізге рахмет. Мінекей бүгін күнде өз мәресіне жетті. Жігіттер ата кәсіп қой қырқуды үйренді. Қыздар жағы құрақ құрап, тоқыма тоқып, ұлттық өнердің әлеміне енді. Шеберді шілтірінен танисың демекші, ынталары жаман емес сияқты. Үйренген ілімдері кәделеріне жарайды деген сенімдеміз. Үйренейік, ізденіп шаттанайық, әр дәстүрден бір тәлім ап қалайық. Қамшының сабындай қысқы өмірде татулықты туғылып мақтанайық. Құрметті көрермен, Қазақ ТВ арнасында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.